Немістік футболшы Тони Кросс келесі жазда футболдық мансабына нүкте қоюы мүмкін. Манчестер Юнайтед ойыншылары Роналду өнер көрсететін 7-ші номерге таласуда. Мадридтік Реал Жоау Канселоға қызығушылық танытуда. Осы және өзге де қызыққа толы жаңалықтар біздің бүгінгі видеода. Видеоны бастамастан бұрын қазақ тіліндегі футбол туралы қызықты видеолар шығаратын YouTube арнаны қолдау мақсатында біздің арнамызға жазылып және видеоға лайк басуларыңызды сұраймыз. Су жаңа видеоларды өткізіп алмас үшін қоңырау түймешесін басуды ұмытпаңыздар. Ал олай болса, біз бастаймыз. Реалдың жартылай қорғаушысы Федерико Вальверде өткен қыркүйек айы бойынша Ла Лиганың ең үздік ойыншысы атанды. Осы жайында чемпионаттың ресми сайтында хабарланған. Айта кетсек, өткендегі айда 24 жасар ойыншы Ла Лигада 3 матчқа қатысып, 2 голды соғып, бір нәтижелі пас жасап ерекшеленді. Дортмундтық Боруссияның жартылай қорғаушысы Джуд Беллингем Ливерпуль клубының басты трансферлік мақсаты болып табылады. Осы жайында тілші инсайдер Фабрицио Романо хабарлауда. 19 жастағы ағылшындық футболшыға көз тігіп отырған топ командалардың саны 7 артылады. Мысалға, Реал, Челси, Манчестер Юнайтед, сондай-ақ Манчестер Сити. Осының алдында ғана ойыншының жеке өзі Реалға ауысуды қалайды деп хабарланған болатын. жылы өткізілетін әлем чемпионатын ұйымдастыру үшін Катар шамамен 208 миллиард еуро қаржыны жұмсаған. Бұған салыстырмалы түрде 2018 жылы Ресейдегі болған әлем чемпионаты үшін 13 миллиард еуроға жуық қаржы жұмсалған. 2014 жылғы Бразилиядағы өткен турнирге орай 17 миллиард еуро жұмсалған болса, ал 2010 жылы Оңтүстік Африка Республикасындағы өткен әлем чемпионаты үшін 4 миллиард еуро жеткілікті болған. Өткен видеодағы жасырылған футболшыны дұрыс тапқан көрермендеріміз назарларыңызда. Өнер көрсеткен командалары бойынша келесі жасыратын футболшы мінеки. Бұл ойыншы кім? Челси клубы Вест Хэмнің жартылай қорғаушысы Деклан Райсты сатып алуға тырысып көрмекші. The Telegraph баспасының мәліметіне сүйенсек, лондондық клуб N'Golo Kanté мен Жоржиньоның клубтағы алдағы болашақтары қандай болатынына қарамастан, кем дегенде бір топ деңгейдегі жартылай қорғаныс ойыншысын алғылары келеді. Лондондық ұжым Канté мен жаңа келісім бойынша алдын ала келіссөздерді жүргізіп бастап көрген еді. Алайда тараптар әзірге толық келісімге келе қоймаған. Ал Жоржиньоның жағдайына келер болсақ, Челси оған жаңа келісім шартты ұсынып қажет пе? Әлде керек емес пе, сол жағын ойланып отыр. Аристократтық команда Деклан Райсқа талайдан бері қызығушылық танытып келеді. Және келесі жазда олар оны алуға тырысып көрмек ниетте. Мадридтік Реал клубы француздық қорғаушы Ферлан Мендимен келісім шарттың ұзартылуы бойынша келісімге келе алар емес, деп мәлімдеуде AS баспасы. Мәліметтерге сәйкес, футболшы жоғары жалақыны сұрауда. Оның клубпен қазіргі келісімі 2025 жылдың жазына дейін жарамды. Лондондық Арсеналдың бұрынғы француздық футболшысы Тьерри Анри VAR жүйесіне қарсы пікірін білдірді. Сен гол соғып тіпті қуануға бола ма? Оны білмейсің. Секіруге бола ма? Әлде мәз болып күлуге ше? Немесе тіптен қуанып керек емес пе? Не істеріңді білмейсің. VAR ойын кезіндегі қуанышты өлтіреді, деп жеткізген екен Тьерри Анри. Мадридтік Атлетиконың шабуылшысы Альваро Моратаға 2021-22 жылғы маусым бойынша Испания құрамасының ең үздік ойыншысы атануына орай арнайы жүлде табысталды. 29 жастағы Мората өткен маусымда ұлттық құрама сапында 10 ойынға қатысып 4 голды соғып, және 1 голдық пас жасап көзге түскен. Мадридтік Реал клубы Манчестер Ситидің португалдық қорғаушысы Жоау Канселоды өз саптарына қосып алуды қалайды, деп мәлімдеуде AS баспасы. Ақпараттар бойынша испаниялық клуб футболшыны келесі жазда сатып алуға мүдделі.
және оның трансфері үшін 40-50 миллион еуроны төлеуге әзір. Ағымдағы маусымда 28 жастағы Кансело Манчестер Сити командасында 10 матчқа қатысып 1 гол және 3 нәтижелі пасты еншіледі. Оның командамен келісім мерзімі 2027 жылдың жазына дейін жарамды. Барселона клубы командадан кетуі мүмкін. Серхио Бускетстің орнына қай ойыншыны қарастырып отырғаны белгілі болған. Diario Sport баспасының мәліметіне сәйкес, каталондықтар Вулверхэмптонның жартылай қорғаушысы Рубен Невешті көздеп қарастыруда. Өткен жазда да Барса дәл осы ойыншыны өз саптарына қосып алмақ болған. Алайда ештеңе жүзеге аса қоймаған. Мәліметтерге сүйенсек, португалдық футболшы 2023 жылда Барселона ойыншы сатану үшін арнайы тосып отыр. Барселонаға ауысқысы келетіндіктен Рубен Невеш өткен трансферлік терезеде өзіне қызыққан Манчестер Юнайтед, сондай-ақ Ливерпуль клубтарының ұсыныстарын қарастырмаған да екен. Манчестер Юнайтед командасындағылар клуб сапынан алдағы қыста кетуі мүмкін Криштиану Роналдудың ойнайтын нөміріне талас жүргізіп бастаған. Манчестер Evening News баспасының ақпаратына сәйкес 7-ші нөмерлі жейдені алғысы келетін ойыншылар қатарында Джейдон Санчо, сондай-ақ Антони бар. Барселонаның нидерландық шабуылшысы Мемфис Депай алдағы қысқы трансферлік терезеде Манчестер Юнайтед сапына ауысуы мүмкін. Осы жайында тілші Фабрицио Романо хабарлауда. Ақпараттар бойынша ағылшында клуб футболшыны өз қатарларына қосып алу жағын қарастыруда. Депайдың Барсамен келісім мерзімі 2023 жылдың жазында мәресіне жетеді. Сол себепті де оны арзандау бағаға сатып алу мүмкіндігі бар. Лондондық Тоттенхемнің бас жаттықтырушысы Антонио Конте Ювентус командасын тізгіндеуі мүмкін делінген. Өзіне қатысты ақпараттарға жауап беріп өтті. Менің Ювентуске қайтып оралуым мүмкін емес. Мен мұндай әңгімелер маған және де Ювентустың жаттықтырушысына деген құрметсіздік деп есептеймін. Біз маусымды енді ғана бастадық және мен Тоттенхемдегі жұмысыма рахаттанудамын. Менің клуб басшыларымен қарым-қатынасым өте керемет. Өзімнің болашағым үшін ешқандай да мәселені көріп тұрған жоқпын. Келісім шартым бар. Біреулердің мені басқа клубтармен байланыстырып жатқанын естігімде келмейді, деген екен Антонио Конте Футбол Италия баспасына берген интервьюінде. Реал Мадрид клубының немістік жартылай қорғаушысы Тони Кросс келесі жазда мансабын аяқтауы мүмкін. Осы жайында AS баспасы хабарлауда. Ақпараттарға сәйкес, футболшы мансабын биік шыңдағы деңгейде тұрған күйінде абыроймен аяқтағысы келеді. Осыған байланысты ол 2023 жылдың жазында мәресіне жететін клубпен келісім шартын ұзартудан бас тартуда. Мадридтік клуб алдын ала немістік футболшының орнын алмастырар басқа ойыншыларды жайлап іздестіре бастауға кіріскен. Ағымдағы маусымда 32 жастағы Кросс Реал сапында 8 ойынға қатысып, 2 голдық пасты еншіледі. Ал осымен біздің бүгінгі жеткізген футбол жаңалықтары топтамасы аяқталды. Лайк басу, тіркелу және қолдау көрсетулеріңіз маңызды. Ал бүгінге осы, келесіде кездескенше аман сау болыңыздар.